мынау жаңағы алманың түбіне тыңайтқыш беру әдісімен сіздермен бөліскім келіп жатыр. Мен кәсіби агроном емеспін, бірақ андан жұлып, мындан жұлып естілерден, Абайдың сөзі бар ғой, адам анадан туған кезде есті болып тумайды. Естілерден естіп, тұшынып, солай есті болады деп. Сол айтқандай мен де андан жұлып, мындан жұлып оқығаным бар, естігендерім бар. Солар арқылы осындай тыңайтқыш беріп жатырмын. Мынау беріп жатқан тыңайтқышымыз ол сульфамофос деп аталады. Бір жылға, талдың бір жылына 100 граммнан есептеп береміз. Мына біздің 4 жылдық талдарымыз. 4 жылдық талға 400 граммнан береміз. Енді мына бірінші бермес бұрын мына қопсытып алдық. Содан кейін мынау тыңайтқышымызды топырақтың ішіне тағы да қопсыту арқылы енгізіп жібереміз. Енді осылай топырақтың ішіне кіргізіп жібергеннен кейін мынандай арнайы тапсырыспен алдырған осындай агроволокно дейді. Мына осындай жапқышымыз бар. Осы жапқышты төсейміз. Бұның мақсатын қазір мен сіздерге айтып кететін болам. Міне бізде мынау компостты мына агроволокно төсегеннен кейін оны осылай компостпен жабамыз. Міне компостпен осылай жабамыз. Қазір аздау болып қалды. Осылай несін бәрін қымтаймыз, шешетін бәрін қымтаймыз. Міне біз бұл жерде екі түрлі нәрсені жүзеге асырдық. Бірінші кезекте түбін қопсытып тыңайтқышын бердік. Одан кейін жаңа төсеген агроволокномыз және мынау компостымыздың мақсаты ол орысша мульчирование дейді. Мульчалау, яғни